баян келешек шаңғалетер жан жоқ. О, мәссаған не деген соққы, тамаша. Газет келді. Күн сайын газетімді лақтырып былғап кетесің. Қабая? Мә, Гермиона, жарнаманы оқышы. Хайуанаттар бағының детектив түйесі. Тергеу амалдары бітпес қылмыстар, жоғалған жандар. Тез, сыпайы, тиімді және қылмыскер жарты сағат ішінде табылады. Жарты сағат ішінде бұндайларды орынсыз жарнама деп атауға болады. Түйенің сенімен бақталасқысы келетінін біліп уайымдап тұрсың ба? Бұл бақталастық емес, ол менің елге мазақ болғанды қалайтын секілді. Жоқ, олай емес. Түйе детективтер туралы романдарды жақсы көреді. Демек, оның детективтерге деген көзқарасы да дұрыс. Құрметті Гермиона, не десең де өзің біл. Бірақ жылдар бойы тәлімгерінен үйренген детективтік көзқарасында ешкім өзгерте алмайды. Саған логикалық ойлану шеберлігін шыңдау керек, жас шәкірт. Мына күдіктілердің қайсысы сөреде тұрған тәтті қосылған бәліш тұрлап алды? Мынау, оның қолындағы әзім әзір туралы кітап оны қылмыс жасауға мәжбүрледі. Жауабыңның дұрыс екеніне сенімдісің. Жоқ. Меніңше қылмыскер мынау. Бәлішті алу үшін сөреге допымен өрмелеп шықты. Таптың ғой, солай ма? Мойында Шерлок, түйе сенен мықты болып кете ме деп қорқып тұрсың. Олай емес. Мен адал қызметкермін. Егер тергеу барысында кездесіп жатсам, кімнің жеңетінін сонда көрерсің. Шерлок, якындап тұр. Көзді ашып жұмғанша жетіп барамын. Қазір жетемін. Телефон соққан Беки дәрігер. Жолбарыс басқыншылықтың құрбаны болыпты. Қайырлы таң. Түйе, сен де келгенсің бе? Иә, жолбарыс маған тергеу амалдарын жүргізуімді өтінді. Не? Бақтың детективі менмін. Шерлок, қойсаңшы, ашуланбаймын дегенің қайда? Дұрыс айтасың, Гермиона. Бізге маңыздысы қылмыскерді табу. Әрине, сондықтан да бағбанды сұрақ қалып жатыр едім. Сендер рұқсат сұрамастан баса көктеп кірдіңдер. Айтып отырғаның Беки дәрігер ме? Иә, бағбан дәрігер айырмашылығы жоқ. Айта бер, дәрігер. Айтайын дегені маңдайына тиген соққыдан қатты сескенген жолбарыс. Аяқтарын егер алмай, бар салмағымен жерге құлаған сәтте тобығы сынып кеткен. Алдымен доп жолбарыстың басына тиді, одан кейін шығыршықты конькидің кесірінен құлап аяғын жарақаттап алды. Түсінікті болды. Демек, ендігі әрі футбол ойнай алмайды ғой. Ол туралы ойламаса да болады. Ертең болатын финалға қатыса алмайды. Кем дегенде аптаға дейін демалу керек. Көріскенше. Ал енді алғашқы сұрақ. Рұқсат ет, Шерлок, тергеу амалын мен жүргізем. Сонымен жолбарыс, бізге айтарың бар ма? Әрине, мырза. Миномет снаряды секілді ысылдап шыққан дауыс естілді. Бұрылып қарағаным солық екен. Топ келді де басыма тиді. Түсінікті. Демек, қылмыстық қанаты бар жануар істеген. Бірақ топты көшеде кетіп бара жатып лақтыра салуы да мүмкін ғой. Биіктетіп лақтырған. Қылмыскердің солай жасаған анық. Топ жерге түскенде артынан із қалдырған. Қараңдар, қызыл түс, ал жолбарыс тек ақ доп қолданады. Жақсы. Ал сонда әлгі қызыл доп қайда? Алысқа ұзап кетпеуге тиіс. Диаметрі 12 сантиметр. Егер доптың жылдамдығын арттыратын болсақ, мына із арқылы доптың қайда екенін анықтауымызға болады. Демек 26-ны 1-ке көбейтеміз де шыққан санды 4-ке бөлеміз. Нәтижесінде 22 сантиметр болады. Солай емес пе, Гермиона? 22 сантиметр? Дәл солай. Демек бізге диаметрі 22 сантиметр болатын қызыл допты табу керек. Жолбарыс, сен жарақат алған жағдайда орныңа қай жануар ойнауы мүмкін? Ит балық. Бірақ ол допқа ие бола алмай қалады. Ал бізге ондай ойыншық қажет емес. Орныма зебудің ойнауын сұрағам. Түсінікті. Қылмыстың орын алуы зебуге пайдалы. Ал итбалық саған ренжісе керек. Ой, бұл не деген масқара еді? Олай емес. Ой, бұл деген не масқара деу керек. Не болып қалды? Қап, мына бір шығыршықты басып кеттім. Жолбарыс, мұндай бәлені қайдан тауып алғансың? Ал менікі емес, полковник. Тие, шамасы әлгі бұзақы жалмандікі болса керек. Қызық екен, алайда тергеу амалдары үшін түкке қажет жоқ. Одан да түйеқұсты тергеуге алайын. Түйеқұсты ма? Не үшін? Себебі ол құс ұшатын жануар мықты екенімді байқадың ба? Түйеқұстар ұшпайды. Дұрыс айтасың, Гермиона. Менің көмекшім болғың келе ме?
Шынымды айтсам, мен Шарлық қайда барасың? Зебуды, атшалмандарды және итбалықты тергеуім керек. Ендеше тоқта, сен мен барам. Босқа өреленесің, Шерлок қылмыскерді сенен бұрын тауып алам. Ендеше жолың болсын, әріптес. Жарайсың, достым. Тамаша. Дәл тигізің, Зебу. Рахмет. Жолбарыстың жарақаттанып қалған естідің бе? Ертеңгі ойынға қатыса алмайды. Сондықтан жаттығуым керек. Оның орнын басу сен үшін үлкен мүмкіндік. Мен үшін жақсы мүмкіндік, бірақ жолбарысқа қатты жаным ашып тұр. Айтшы, жуық арада үйіңді боямап па едің? Иә, қоршауымды бояғамын. Ақ түс қазіргі таңда сәнге айналды. Айтшы, топтарының бәрі осыған ұқсай ма? Иә, ақ түсті, ал диаметрі 22 сантиметр. Ренжіме, Шерлок, менің жаттығуды жалғастыруым керек. Уақыт жоқ. Әрине, ойында сәттілік тілеймін. Сонымен түйе мырза, түйе құспен болған тергеу амалдары сәтті аяқталды ма? Олай болмайды, сендердің айтқандарың рас келді. Түйе құс ұшпайды екен. Түсінгенің дұрыс болды. Абайлаңдар. Неге сонша тесіле қарайсыңдар, түрімнен бірдеңе көріп тұрсыңдар ма? Жоқ, қайта жолың болды. Ешбір із қалмапты. Байқауымша газеттен гөрі допты жақсы лақтырады екенсің. Ай, бұзақы. Сынайды да жүреді екен. Доптарың көп екен. Иә, бәрі жолбарыстың кесірінен. Ол үнемі бізден тартып алады. Сондықтан доптың бір себетін сатып алуымызға тура келді. Қарай гөр, себеттегі қызыл доптардың арасында ақтары да бар екен. Ха-ха, бәрі анықталған секілді. Түйеге жұмысыңды өткізгенсің бе, Шарлық? Бәрі керісінше десем болады. Сонымен мына ақ доптар ше? Олар жолбарыстікі. Ол ойнап жүріп ақ доптарын қоршаудың сыртынан лақтырып жібереді. Ал біз жинап аламыз. Түсінікті, бәлкім мына шығыршықта сендердікі болар. Иә, ол біздің шығыршығымыз. Ұрлап апсың ғой, енді қайтар ұрлықшы. Ұрлап алды дейсің бе? О, қызық екен. Кеттік, Гермиона. Итбалысты тергеуге алайық. Пайдасы жоқ, тергеу амалдарыңды жүргізе беріңдер, ал мен болсам қылмыскердің кім екенін баяғыда тауып алған. Өте жақсы. Ендеше жолбарысқа барып қылмыстың бетін ашып берейік. Бетін ашып Тергеу дегенде. амалының немен аяқталған жариялау. О, иә. Бәлкім сендерге серік болармын. Көңіл күйін көтеріңкі. Қылмыскердің кім екенін білесің бе? О, жоқ. Тие мырза секілді тапқыр емеспін. Оған енді ренжімейсің бе? Керісінше ол менің көңілімді көтеруде. Қайырлы таң, итбалы. Қайырлы таң, саған не керек? Маған да ештеңе, бірақ менің көмекшілерімнің саған қояр сұрақтары бар. 30 сантиметрге жуықтайды. Доптарымды өлшеу үшін келдіңдер ме? Ешқандай іс жоқ. Итбалық, сен жақсы ойнайсың. Әрине, күн сайын су добын ойнап жаттығамын. Ол футбол секілді бірақ суда ойналады. Таптым. Кеттік, Гермиона. Қылмыскерді таптың ба? Иә, бірақ алдымен түйе мырзаның қорытындысын тыңдап алайық. Сен не ойлайсың, жас детектив? Назар салып қараған болсаң, бәрін анықтағаныңа сенімдімін. Сендерге бәрін қайталап беріп көмектесейін. Біреу диаметрі 22 сантиметр болатын футбол добымен жолбарыс тұрады. Ал доптағы бояу жолбарыстың магнитінде қалып қояды. Қолымызда қылмыс жасауы мүмкін деген 3 күдіктінің ақпараты бар. Алайда олардың біреуі ғана қылмыскер. Түйе құс батырмаған ба декен көру ма? Түйе, меніңше бізге қажет күдіктілер Зебу, атшалмандар және итбалық. Солардың бірінің ғана қылмысқа қатысы бар. Ал сен қылмыскердің кім екенін анықтадың ба? Бәрі оп-оңай. Зебу, сен футбол ойнауды білесің және сенің мүйізің бар. Алайда ұша алмайтыныңды біле тұра жолбарысқа қастық жасауың мүмкін бе? Итбалық, сен су добын ойнай аласың, алайда жолбарыстың үйінде су добын ойнайтын қауыз жоқ. Сендерге келсек, сендер атшалмандар футбол ойнай аласыңдар, бірақ сендер сүйкімсізсің. Солай де, ақымақ. Алайда қылмысты сендердің жасауларың мүмкін бе? Себебі сендер үшеусіңдер, ал жолбарыстың басына бір ғана доп тиді. Қорыта келгенде, түйе құс, қылмыскеріміз сенсің. Не? Менің не қатысым бар? Сабаңа түс, түйе құс. Сенің еш қатысың жоқ. Итбалық, сен футболды өте жақсы ойнайсың. Алайда ұрған доптарың нысанаға дөп тимей жатады. Добыңның түсі қызыл. Алайда оның диаметрі 30 сантиметр, 22 емес.
Атжалмандар, қылмыс орнынан табылған шығыршық сендердікі болып шықты. Сонымен қатар сендерде футбол ойнайсыңдар және диаметрі 22 болатын қызыл доптарың да бар. Алайда доптарыңды қайта бояуға еш себеп болған жоқ, және біреу шығыршықтарыңды ұрлап кеткен. Себебі қылмыскер бояумен жұмыс жасаған, және ол өте мықты ойыншы. Солай ма, Зебу? Себебі қылмыскер сенсің. Атжалмандардың шығыршығын сен ұрлап алдың. Сонымен қатар ақ доптардың бірін қызыл түске боядың. Сөйтіп ағаш артына тығылдың да бар күшіңмен шығыршықты лақтырдың. Одан кейін жолбарыс тұрған жаққа қарай допты лақтырып жібердің. Соның салдарынан ол тобығын сындырып алды. Пайымдауың жақсы екен, Шерлок. Бірақ мен түйенің сөзіне қосыламын. Рахмет, құрметті әріптесім. Қылмыскерді соға көмектескеніме қуаныштымын, бірақ мен әлі де болса түйеқұстың қылмыскер екенін растаймын. Тура лақтырдың, Зебу. Жолың болсын. Жақсы жаңалық бар, Гермиона. Футбол ойынын кейінге қалдырыпты. Жолбарыс ойын қатарына қосылатын болды. Жақсы екен, бірақ сен неге риза болып жүрсің, Шерлок? Жай әншейін. Түйе мырза басқа кәсіппен айналысуға бел буыпты. Ол не болды екен? Детективті романдарды жақсы көретіндіктен жазушы болуға кіріссе керек.